Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ең дәмді әрі тез дайындалатын котлеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге бөлке нан қажет, және бөлке нанның тек ортасын ғана аламыз. Ортасын осылай қолымызбен бөліп аламыз. Және үстіне жылы сүт құйып қалдырамыз 15-20 минутқа. Содан соң барып миксермен немесе ет өткізгіштен өткізіп аламыз. Дайын болған нанның үстіне өткізілген ет пен пиязымызды саламыз. Және тұз бен бұрышымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді қолымызбен осылай котлетімізді дайындаймыз. Қызып тұрған майға котлеттерімізді ұнға аунатып қуырамыз. Бір беті жақсылап қуырылғаннан кейін екінші бетіне ауыстырамыз. Мен котлеттерді осылай жақсылап қуырып алып буға пісірем. Егер сіздер осылай табада пісіремін дейтін болсаңыздар, котлеттің бір бетін 15 немесе 20 минуттай баяу отта қуырып аласыздар. Буға 20 минутқа қоямын. Біздің котлеттеріміз дайын, дәмі сондай керемет әрі сочный болып шыққан. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.